Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз ол Arduino'дағы аналогты пиндар жайында. Arduino Uno платформасында 6 аналогты пиніміз бар. Ол A0 мен A5-дің аралығындағы. Яғни A0-ден A5-ге дейін 6 аналогты пиніміз бар. Бұл аналогты пиндарымыз тек қана кіріс сигнал ретінде жұмыс жасайды және 10 битті, яғни 2-ның 10 дәрежесі деген сөз. Бұл пиндарымыз 0-ден бастап 1023-ге дейінгі мәнді қабылдайды. Кез келген пинімізға 0 вольт келетін болса 0 деген мәнді, егер 5 вольт келетін болса 1023 деген мәнді береді. Енді осыны практикалық жұмыста көрейік. Кез келген пинімізға мысал ретінде A0 пинімізға GND, яғни 0 вольтты беріп көрейік. 0 вольтқа жалғадық. Енді программасы. Ең алдымен переменный создать етеміз. Тағы да айтатын, бұл аналогты пиндарымызға тек қана аналогты датчиктерді жалғайды. Датчиктеріміз, яғни переменіміздің атын сенсор деп берейік. A0. Одан кейін void setup. Void setup-тың ішінде сандық пиндар сияқты pin mode деп жазудың керек жоқ. Өйткені бізде тек қана кіріс сигнал ретінде ғана жұмыс жасайды. Енді осы A0 пинімізға қандай сигналын кеп тұрғанын көру үшін монитор последовательный интерфейсті жалғаймыз. Ол үшін serial.begin деген команданы пайдаланамыз. Енді void setup бітті. Void loop. Serial print ln. ln'ның ішіне, print ln ішіне біз analog read деген команданы жазамыз. Analog read'іміз бізде A0-ден оқиды, яғни сенсор переменныйдан. Енді начать моделирование дегенді басамыз. Монитор последовательный интерфейсті ашатын болсақ, бізде 0 деген мәнді беріп тұр. Ал егер осы A0-імізға GND емес 5 вольтты беретін болсақ, 1023 деген мәнді береді. Енді осы аналогты пинімізға біз просто прямой, яғни 0 мен 5 вольт емес, потенциометрімізді жалғайық. Потенциометріміздің 3 аяғы болады. Бірінші, екінші, үшінші. 1 мен 3 аяғына бізде плюс-минус жалғанады. Ортаңғы аяғына аналог пинімізға жалғаймыз. Ортаңғы аяқты A0-імізге, бірінші аяғымызды GND-ға, ал үшінші аяғын 5 вольтқа жалғаймыз. Және бұл пиндарымыздың, яғни осы жалғанған сымдарымызды шатастырып алмау үшін оның түсін өзгертіп қоюымызға болады. Енді программасы. Бұл жерде біз тағы да переменный создать етіп var деген. И осы переменныйымызға мына команданы жазып қойсақ болады. И осы print ln-ның ішіне біз var дегенді пайдаланамыз. Примерно delay 200 бере салайық. Енді начать моделирование дегенді басамыз. Біз қазір 0 деген мән кеп тұр. Егер потенциометрімізді бұрайтын болсақ, біздің мәніміз өзгереді. Яғни, осы потенциометрді аналог пинімізға жалғау арқылы, потенциометрді бұрау арқылы біз әртүрлі светодиодтың яркысын немесе сервоприводымыздың бұрышын өзгертуімізге болады. Мұны алдағы сабақтарымызда практикалық жұмыста көретін боламыз.